Биыл жыл соңына дейін бір жекпе-жектер болады деп күтуге бола ма? Соған талпыныс бар ма? Біреумен төбелескеннен көре, кішкене күтіп болса да, келесі жыл болса да чемпионский белбеуге шығу керек. Бізде спортшыларды барлығы діндар болып кетті деп сынап жатады. Мен орныма біреу келіп, мен жүрген жолмен жүріп көрсін, сол кезде білінеді. Қазіргі жастарда бұндай мотивация жоқ. Мен байдың баласы болғанда, мен осындай өзімді қинап спортта жүрмейтін едім. Өзім жұмысым, өзім бизнесмен айналысатын болды. Кім болып жұмыстадыңыз? Грузчик болып жұмыс жасадым. Елден кетпейсіз, бүкіл болашағыңызды Қазақстанмен Мен байланыстырасыз. болашағымыз әрине Құдай қаласа Қазақстанда да көргім келеді. Қазақстан үшін уайымдаймын, мен ұлтым қазақ болғаннан кейін білмеймін, басқаша сезінемін өзімді. Не жетіспейді? Нервім жетпейді мен. Шавкат Рахмонов – настоящее явление в мире ММА. За 1,5 года в UFC он сумел пройти путь от очередного проспекта с постсоветского пространства до одного из наиболее обсуждаемых бойцов промоушена. Undefeated Shavkat Nurmagomedov. Құрметті ұлыстың көрермендері, құрметті қазақ елі, сіздерге бүгін арнайы эксклюзивті сұхбат ұйымдастырып тұрмыз. Біз дәл қазір Шавкат Рахмоновтың жаттығу залындамыз. Өздеріңіз білесіздер, ММА жауынгері, UFC-ден алғашқы қазақстандық спортшы, осы күнге дейін бірде-бір жекпе-жектен жеңілмеген спортшымыз. Біз ұлыста қазақ еліне, қазақтың жастарына, өскелең ұрпаққа идеологиялық тұрғыдан қолдау көрсету, идеологиялық жұмыс туралы көп айтамыз, бірақ көп сөзден нақты іс, нақты кейстер қызық деп ойлаймын. Сондықтан да біз, Шавкат мырза, сіздің қашанда жеңістеріңіз біздің арнада жазылып жатады. Бізде таза қазақи аудитория, ауылдың тұрғындары оқитын, аймақ оқитын, бір Алматының, Астананың бір гламурный адамдар емес, кәдімгідей халық оқитын арна, тәуелсіз арна. Сондықтан да біздің арнаға сұхбат беруге келіскен үшін мен сізге алғыс айтамын. Және де енді біз бір-екі эксклюзивті мәселелерді сіңген, жалпы қазір өзіңіздің жасап жатқан жұмыстарыңыз туралы бір енді қатты ұзын емес, бір дерлік дәмді бір сұхбат алсақ деген ниет. Рахмет сіздерге де. Залыңыз тамаша, орнықты екен. Осы жерде жаттығу жүргізесіз, е? Әрдайым осында жаттығу жасаймыз. Қазір тұрғанда Алматы қаласында. Енді менде жарақат болғандықтан қазір жарақатты емдеу шаралары болып отыр. Жаттығуды қолдан келгенше қалдырмаймыз. Әйтеуір істеп, формада жүруге тырысамыз. Қазан айында Белал Мұхаммедпен жекпе-жек өткізеді деген ақпарат бар. Оған қатысты не айтасыз? Ол мүлдем не десем болады, жалған ақпарат сияқты. Ешқандай сөз, ешкіммен сөйлескен жоқпыз ол туралы. Енді ол журналистердің өздерінің пікірлері шығар, біреулерін былайына вообще ұсыныс болған жоқ маған. Яғни биыл жыл соңына дейін бір жекпе-жектер болады деп күтуге бола ма? Соған талпыныс бар ма? Әрине жарақатымды тезірек емдеп, жақсылап, күшімді жинап, форманы жинасам, әрине жылдың аяғына дейін жекпе-жекке шыққым келеді. Былайына жалпы бұл ситуация біздің салмағымызға чемпионский белбеуге кім шығады, соған да байланысты. Мен өзім күтіп жүрмін. Маған біреумен төбелескеннен көре, кішкене күтіп болса да, келесі жыл болса да чемпионский белбеуге шығу керек. Сондықтан да қараймыз, сөйлесеміз, не болатынын ақылдасамыз командамызбен. Жарақатыңыз қандай, қаншалықты? Енді оны халыққа айтқан пайдасы жоқ шығар. Өзім білемін. Емделіп жатырсыз, қазір емделіп жатыр. Енді профессионалдық тұрда спортсмен болғандықтан, әрдайым бізде денсаулығымызбен осындай жарақаттар, болмаса басқа да бір заттар болып тұрады. Спорт деген қиын, оңайшылықпен жеңіске жетуге болмайды. Соның бәрі қиыншылықтар арқасында, еңбектің арқасында келіп жатқан жеңістер.
Ресейлік Ислам Махачев жеңіл салмақтағы титулдан бас тартып, арнайы сіздің салмаққа өткен екен, иә? Жалпы бұған қатысты ойыңыз қандай? Титулға бір табан жақын тұрғанда тағы бір бәсекелес пайда болды деп қарастырасыз ба бұл адам? әрине, Ислам Махачев өте мықты жауынгер. Қазіргі таңда ол чемпионмен төбелесейін деп жатыр. Уақыты пока немер белгісіз. Енді белгілі болғандықта болады скоро. Одан кейін қараймыз, кім жеңіске жетеді, сонымен кім чемпион болады, сонымен жекпе-жек шығуға мен дайын боламын. Кейбір сарапшылар Шавкат Рахмонов бұрынғыдай аш емес деген ой айтып жатыр. Сын бар. Ол сынға қалай қарайсыз? Былайына жалпы Ашсыз ба қазір? Шынымен, әлде шынымен де? Жоқ, аш дегенде әрине өте не десем болады, бұл кішкене адамды түсінбегендіктен мүмкін сұрақ шығар, ол вообще жалпы онда аш емес. Мен аш болмасам мүмкін вообще спорт тастап кететін шығармын. Маған если ақшамды көп істесем или менде не десем болады, ол алдымға қойған мақсатым бар, соның үшін жүрмін. Енді мен робот емеспін, 24 сағат тренировка жасайтын, или шыға беретін. Менде денсаулығым бар, біраз заттар бар. Мен орныма біреу келіп, мен жүрген жолмен жүріп көрсін, сол кезде білінеді. Былайына жалпы аш емес, анау мынау деген басқа әңгімелер тіпті керек емес. Жалпы білмегендіктен, надандықтан деп ойлаймын, шын айтқан кезде. Біз де адамбыз, біз де жұмыс істейміз, біз де жүреміз. Тек қана жаттығу жасамаймыз ғой. Біз де адамбыз, біз жұмыс жасаймыз. Жарақат бар кезде жарақаттың үстіне жұмыс жасаймыз, бітіреміз. Басқа да жұмыстарымыз бар, біздің отбасымыз бар, бала шағамыз бар. Оны кім асырайды? Сіздер келіп асырайсыздар ма, или кім осы шығыс келіп жатқандар ма, айтып жатқандар, ешкім оны ештеңе істемейді. Сондықтан да табиғи факторлар ол, адами. Жалпы әрине мен шыққым келеді, Қазақстанға белбеуді әкелгім келеді. Енді Құдай қаласа денсаулығымыз не десем болады, денсаулығымыз шыдаса әкелеміз. Неге әкелмеске дейсіз ғой? Әкелмеске. Соның үшін жаттығу міне. Қазір мен сіздермен сұхбат жасаймын, одан кейін менде жаттығу болады. Мен мүмкін адамдар көрмейтін шығар менің жаттығу жасап жатқанымды, бірақ мен енді көшеде жүргенімді, или бір жақта машинамен жүргенімді көреді, ай мынау тренировка жасамайды, не істеп жатсың? Оның бәрінің орны бар. Көбінше мен көрсетпеймін жаттығу жасап жатқанын. Ешкім білмейді, керек емес, қарсыластан да білмейді, ойлайды шығар, демалып жүрді. Жоқ, бірақ әрине мен жаттығу жасаймын. Уайымдамаңыздар сіздер. Неше рет жаттығу жасайсыз? Күніне қазір 1 рет, 2 рет, әртүрлі. Неше сағаттан? Әртүрлі, 1 сағат, 1,5 сағат. Жалпы физикалық жағынан емес, бір психологиялық, моральдік жағынан сондай бір сіз үшін қиын қарсылас болған кім болды? Әр қарсыласым мен үшін қиын. Әр қарсынан психологиялық жақтан болсын, физикалық барлық жағынан жақсы келуге тырысамын. Маған ол маңызды, ешқандай қарсыласымды осал екен, бұны олай тез жеңем деп ойламаймын. Бәріне де еңбек етіп, жақсылап жаттығу жасап шығамын. Онда ешқашан ойымда болмаған, мен қазір қарсыласым шығамын да жеңе салам деген сияқты. Бәріне қатты не десем болады, настроймен, қатты уайыммен, более собранный болып шығамын. Қарсыластарыңызды зерттейсіз ғой алдында? Иә, әрине. Зерттейсіз, жалпы жаңа айттыңыз ғой, енді қаншама сағат бұл жаттығу, қаншама енді оңай емес екен, сіз мысалы қарындасыңыздың да тойына бармаған екенсіз, Иә. сондай болған екен, жалпы сіз осы спорттық карьераңызда қаншалықты сондай бір жертваға бару оңай ма? Қандай, ол тұрғыда сіз қалай өзіңізді? Мен әрдайым айтам, мен байдың баласы болғанда, мен осындай өзімді қинап спортта жүрмейтін едім. Өзім жұмысым, өзім бизнесмен айналысатын болды. Былайына жалпы бұл спорт еңбек талап етеді. Өзіңді уақытыңды, өзіңді денсаулығыңды құртасың мұнда. Жалпы жастарға да айтатын, лучше оқып, адам болған дұрыс, білім алған дұрыс. Бұл спорт, бұл не десем болады, бұл оңайшылықпен келетін. Бұл спортқа сіз еріккеннен келген жоқсыз ғой? Еріккеннен келген жоқпын, шын айтқан кезде. Мен если айтқандай бай болғанда, мен өзімді бұлай қинамайтын едім. Бірақ әрине менің ішімде бар осындай
кичкентай кезимде мен не десем болот, жарысканды жакшы көрөм, мен жеңилгенди жек көрөм, осундай адаммын. Эмне үчүн мен осунчама жеңиске жеттим? Мисалы үчүн менин ордумда бирөө болгондо, осундай осунчама жаракаттар болгондо ошол спорт таштап кететин. Мен өзүмдү келген дейин уштап жүрүм, менде деген билбейм, енді сол поездду алып Кудай кааласа Казакстанга әкелейин деген ниет бар, жакшы ниетimiz бар. Енді Алла насип етсе әкелуге тырысамыз. Бұйырғаны біз пендеміз, біз ешкімге не десем болады, обещание бере алмаймыз, осындай жасаймын деп. Біз неміз, біз тек қана адамбыз, қолымыздан келгенін істейміз, ары қарай нәтиже алады. Ал жаңа айтып отырсыз ғой, енді жеңілуді жек көрдіңіз, қазіргі мысалы енді біздің кезде қазір жастарға, балаларға, жеткіншектерге барлық енді шарттар жасалған, қолайлы бар, бірақ та қазіргі бір жастарда бір сондай бір стержен жоқ, мотивация жоқ. Неге деп ойлайсыз? Қалай біз енді бұл жоқшылықтан жоқшылық көріп өскен, мысалы біздің буынның өмірге деген құлшынысы, біз басқашамыз, мен де мысалы қарапайым ауылдан шыққан, біз енді жұлынып жұмыс жасаймыз, әрине, дұрыс. Ал қазіргі жастарда бұндай мотивация жоқ. Бұны қалай демдеуге, жалпы спортқа деген мотивация қалай беруге болады? Енді спортқа деген мотивация адамзат енді бәріміз әртүрлі жаратқанбыз. Мысалы үшін мен кішкентай кезімнен спортқа қызығамын, жарысқанды жақсы көремін, күрескен. Енді кішкентай кезімізде көшеде де төбелесіп тұратын едім, жас болғанбыз. Біздің уақытымызда ол нормально есептелетін еді. Енді қазір таңда басқаша, қазір бір кішкентай балалар төбелесіп қалсын, ата енесі келеді, айқай-шу болады деген сияқты. Қазіргі заман басқаша. Қазір қарасаң, бәрі тренировка барады, бәрінің қолында iPhone, мен жетелікті ғой, енді тамақ ішетін тамағы бар, жататын жері бар. Не десем болады, барлық заттар бар. Ол кезде адамда мотивация әрине басқаша болады. Мен мысалы үшін менде ештеңке болған жоқ. Сондықтан мен еңбек еткем, сол өзім үшін условия жасағам, сондай нәтижеге жетіп, солай. Мақсат қойдыңыз? Мақсатпен бәрі мақсатта. Қазірде мен сіздермен болғаннан кейін жаттығу жасаймын деп отырмын, оның бәрі мақсат. Мен жайдан жай ерігіп жүрген жоқпын мен. Солай. Жалпы қатты қиналған кезде сізге бір рухани қолдау болған кім, әлде сіз нағашыларыңыз туралы көп айтасыз, мен нағашы әжем қолында өскем, қасында жататын едім. Енді өте не десем болады, мен өте жақсы көрем ол кісілерді. Мен үшін білмеймін, әрдайым жүрегімде тұрады ол кісілердің берген маған махаббат десем болады, солай. Соның арқасында мүмкін осындай жеңістерге жетіп жатырмын. Әрдайым маған қатты сенетін еді әжем. Әжеңіздің қолында өскенсіз. Бізде қазір қазақта бір стереотип бар да, жуырда бір бауырына салу деген фильм шығып, кемпір шалдың қолында өскен балалардың бәрінде травма бар, ол деген сондай бір стереотип. Әртүрлі жағдай болуы мүмкін. Әрине, мен папам жақтан өскенде точно менде травма болуы мүмкін еді. Кемпір шалдың қолында өскен негізінде қазақ балаларының барлығының енді бір травмасы бар деп мен айта алмаймын. Бәрінде травма жоқ. Еркелеп өскен, сондай. Әртүрлі отбасы бар. Сондықтан да ол өте енді тартысты сұрақ қой. Біреу айтады травма, біреу жақсы. Мен үшін жақсы болған. Әкеңіздің қолыңызда өскенде травма болады деп айтасыз. Енді оны айтпайды, ешкім жамандамаймын, бірақ білемін. Қатал ма? Қатал дегенде білмедім енді. Жалпы мүмкін енді Құдайдың осы берген несі шығар, сол жақта өсіп, осындай жетістіктерге жетіп отырмын. Бекерден бекер емес шығар оның бәрі. Жалпы Құдайға шүкір. Жаңа сіз айттыңыз ғой, қатты қиын болды, кедейлік болды деп. Сіз кәдімгідей Қарағандыда шығыс базарында жұмыс жасағансыз ба? Жұмыс жасағам. Мен де Қарағандыдамын, жақсы білемін шығыс базарында. Кім болып жұмыс жасадыңыз? Грузчик болып жұмыс жасағам. Кәдімгідей грузчик болдыңыз. Ол қай жылдары? 2010, 2011, 2012. 3 жылға жуық сіз шығыс базарында. Қанша таптыңыз сонда? Білмеймін, ол кезде 2000 теңге болатын еді. Бірінші келген кезінде 1500 теңге ма, нақты есімде жоқ. Одан кейін 2000, 2500 теңге сондай. Одан кейін 5000 теңге болды ма. Сіз ол уақытта намыстандыңыз ба? Неге намыстанамын? Енді мен мынандай грузчик болуға лайықты емеспін, менің жолым басқа деп, әлде қалай болды? Жоқ, ондай намыстанатын адал еңбек қой енді жалпы.
Енді мотивация болу үшін Адал, айтсаңыз, енді жоқ, біздің де қазір әрине- қаншама қазақ жоқ, жастары арба әрине тасып мотивация жүрген. әрдайым бар. Енді былай қалайсың ғой, көлікте жүргің келеді, қымбат үйлерде тұрғың келеді, тамақ ішкің келеді, жақсы жерден киінгің келеді деген сияқты. Енді жоқ болғаннан кейін не істейсің? Әке шешең бай емес. Еңбек істейсің, адал ұрламайсың ештеңені. Тек қана адал еңбекпен соның артынан болып жатыр. Бұл өмір деген оңай зат емес. Енді жайдан жай не десем болады, асан оңайшылықпен бірнеге келе бермейді әрдайым. Еңбек ету керек. Ешқашан қандай жұмыс жасаған болсам да, не десем болады, намыстанбаймын. Адал еңбекпен, адал маңдайым термен ақша тауып жатырмын. Солай. Біреудің бір негесін ұрлап, или байып кетіп жатқан адам емеспін. Кредит алып көрдіңіз ба? Кредит есімде жоқ, шын айтсам. Бір ноутбукқа бір рет кредит алғанмын. Бірақ уақытында төлеп тастағанмын. Мен жек көремін біреуден ақша алып, или біреуден ақша алу деген затты да. Оны еще бермей кететін қазіргі таңда көп қой. Оңай ақша біреуден ала салады да бермейді. Ол мүлдем тура келмейтін зат. Адамзатқа вообще тура келмейді. Қалай сен біреудің ол қаншама еңбекпен тауып жатқан ақша шығар, оңайшылыққа келмей жатқан шығар, оны аласын да бермей кетесің. Ондай адамдарды түсінбеймін шын айтқан кезде. Ондай да бар дейсіз. Сондай моменттер болып тұрады бірақ. Қарызға ақша бересіз ба достарыңызға сұрағанда? Анда-санда. Барлығында емес, жақсы көретін, жақсы араласатын кісілерге берем. Былай жалпы кейде берем, бермей де кетеді, қойшы деп сұрамаймын да даже. Ортасында ақшаны сіз санайсыз ба? Иә, әрине, Өзіңіз реттейсіз ба? әрине. Мен тауып отқаннан кейін мен санаймын. Иә, жоқшылықты көргеннен кейін барлығы ештеме шашылып атпаған нәрсе ғой, Жоқ, соны айту әрине, керек та. ол бәрі еңбекпен келіп жатқан ақша, мен оны шаша бермеймін. Ары қарай, бері қарай менде ақша бар екен деп, бәрі орынды жұмсалу керек, ақша өз орнын табу керек. Былайына жалпы мен миллиардер емеспін, миллионер емеспін, мен әке шешем бай емес, маған біреу мә деп ақша бере бермейді. Мен оның бәрі еңбекпен тауып отырмын. Сондықтан да ақшаны не десем болады, ақылды істету керек. Кім болса да, менен басқа адамдар да бар. Көп ақша тауып жатқан шығар. Бұл ақша деген бүгін табасың, ертең таба алмай қалуың мүмкін. Сондықтан да ақылмен істетіп, бірнеге жасау керек. Ертең күнге саған соның пайдасы тиетіндей. Қазір бізде спортшыларды барлығы діндар болып кетті деп сынап жатады. Мен мысалы бұл оймен келіспеймін. Мен ойлаймын, дін деген ол әркімнің жеке интимдік мәселесі деп ойлаймын. Бұл тұрғыда сіздің пікіріңіз қандай? Енді дінге, Құдайға, енді кішкентай кезімізден әке шешесі мұсылман, Құдайға шүкір, әртүрлі адам бар. Ондықтан да біреуді былай деп жамандау мен үшін тура келмейді. Сондықтан да сабырлы болайық, шынын айтқан кезде. Сабырлы болайық, бір-бірімізге енді жақсы көңіл күймен қарайық. Біреу қандай да видео бірнегені көргеннен сразу или жаман комментарий жазып, осылар осындай, біреу мұндай дегеннен көрі сабырлы болайық. Сен орнында болсаң не істейсің оған? Мен орнымда біреу болса не істейді? Әртүрлі жағдай болуы мүмкін. Сондықтан да былай айтқан кезде біреуді бір жай ғана видеоны көріп или бір негені естіп қап, пікір білдіру ол дұрыс емес деп ойлаймын. Ол жерде сен болған жоқсың. Ол ситуация қалай екенін білмейсің де, просто біреу әдемілеп жазып шығарды, соған сеніңдер, оны жамандайсың, или бір комментарий жазасың. Ол да дұрыс емес қой, сен білмейсің, Құдай біледі оны. Не ол қандай ойы бар, қандай ішінде адамның ойы бар, арам ба, арам емес пе, оны мен білмеймін, ешкім білмейді. Сондықтан да әр қандай теледидар болсын, әр қандай новости болсын, соған қарап сенген дұрыс емес. Жалпы қазіргі адамда бір қатыгез болып кеткен сияқты емес пе сізге? Білмеймін, енді әйтеуір адамдар әртүрлі. Жалпы сабырлы болайық, бір-біріміз жақсы көрейік, сыйлайық. Кімде кім болсын, мен айтпаймын, мен бәріне мықтымын деп. Менден де мықты балдар бар шығар, Құдай біледі. Былайына еңбек ету керек. Бәрі не десем болады, босшылықтан ғой, бос көп отырғаннан, бос күн уақыт көп болғандықтан телефонға кіреді. Мен де сондаймын ғой. Жалпы енді бірақ енді комментарий жазбаймын. Жалпы көп жұмыс, көп еңбек болса, мен де мысал үшін бойға дайындалсам, или былай қарағанда еңбек етсем, менде сел болса, мен ешкіммен жұмысым болмайды. Мен тек қана тұғым жасаймын, істейтін жұмыстарым істеймін, болды. Басқа да шаруам жоқ, мен басқа біреулермен. Бұлай жалпы әрине күнде бос болсаң, сенде әрине ерекесін, бірнегелер болады, сондай. Әлеуметтік желілерді оқисыз ғой, қарайсыз ғой? Кейде қарап тұрмын енді жалпы. Бірақ тәуелді емессіз. Тәуелді емес, бәріне қарамаймын.
Қазіргі заманның еркектері ұсақталып кеткен сияқты, байқамайсыз ба? Қалай ұсақталып қой Бір жағынан. қатын-басша болып кеткен сияқты көпшілік. Сол көп уақыт бос, сондықтан жұмыс істеу керек, еңбек ету керек, бірдеңе істеу керек еркек кісі қасқыр, отбасын асырау керек деген сияқты сондай. Енді заман Әрекет жасау керек өзгеріп дейсіз отыр. ғой, иә. Ойлаймын да, қазақтың еркектері қашанда ірі болған, қазақтың еркектері, жігіттері қашанда бір ұсақтыққа бармаған, сондай ұлтпыз ғой негізінде. Біздің мен жуырда маған бір осылай айтты, біз көп абай енді қазақты көп сынаған, біз бәрі-біріміз өз-өзімізді басып тастағанбыз деп. Мен енді сізбен сұхбаттың негізгі ниеті, түпкі тамыры Шавкат мырза, иә, біз енді көбінесе саяси туралы мәселелер айтамыз, бірақ та біз, менің ойымша, қазір қазақтың қоғамында бізде қазақтың мықты екенін, қазақтың күшті екенін айтатын көбірек контент керек. Біз өзімізді өзіміз баса берген. Иә, әрине, Қазақстан мықты. Мен үшін бұл менің отаным, мен оны әрдайым қолдаймын, уайымдаймын, қайғырам, бірнеге Қазақстанға білмеймін енді. Қазақстан байлығы Қазақстанда қалу керек. Сондықтан да Қазақстан үшін уайымдаймын мен. Ұлтым қазақ болғаннан кейін білмеймін енді, басқаша сезінемін өзімді. Жалпы бір-біріміз сыйлайық, адал болайық, қолдан келгенше еңбек етейік. Жақсы адам болып қалайық. Кім болсақ та, чемпион боламыз ба, чемпион болмаймыз ба, вообще кім болсақ та. Енді чемпион деп айтып жатырсыз ғой, алдағы уақытта біз қандай бір жекпе-жекті күте аламыз? Бір кішкене осы эксклюзив намек беріңізші бізге. Жоқ, жалпы енді ситуация бізде өзінде қазір енді Махач пен Магдалина төбелесейін деп жатыр, жекпе-жекке шығайын деп жатыр. Кім жеңеді, мен сонымен шыққым келеді. Маған уақытын кеткізгім келмейді, тағы біреумен төбелесіп қайттан күтетін. Мен если күт десе, мен күтемін. Жарты жыл болсын, 7 ай, 8 ай, қанша болса да күтемін. Сонымен шыға саламын мен. Жалпы басқа рейстарға барғым келмейді. Жалпы сіз UFC-де енді біздің тұңғыш қазақсыз ғой. Жалпы солардың чемпион біреуімін ғой, болғанда, тұңғыш қазақстан біреуімін. көзқарас қандай халықаралық аренада сізге деген, қазақтарға деген көзқарас? Қазақтарға деген көзқарас әрине жақсы. Неге дегенде біздің фан базамыз өте керемет, жақсы қолдап қуаттайды. Бізде енді Қазақстан үшін чемпион керек қой. Мысал үшін мен де түсінемін оны. Енді мен қолымнан кейін бәрін жасап жатырмын. Айтатыным біздің болельшиктерге уайымдамаңыздар. Енді бұйырғаны қолдан келгенше істейміз, чемпион болуға тырысамыз. Мен үшін енді былай айтсам, чемпион болсам да мен қатты не десем болмайды, не десем болады. Андай бір жай ғана әшейін ғана зат сияқты мен ала салам болды. Бір лесенцияның бір қадамы сияқты, соған көтерілемін, болды, ала салам. Біреулерге енді қызық болып тұр ғой, сен соны доказать, көрсету керексің деген. Тоқтау да қиын ғой адамға, әрі қарай. Жоқ, тоқтау дегенде ол адамдық мінезі бар. Мінез қалыптасқан адам өзіне қойған мақсаты бар. Соның үшін алға жылжу керек деп ойлаймын. Жалпы әрине, мысалы үшін мен чемпион болғандықтан кейін де өзімнен өмірге деген басқа мақсаттарым бар. Қандай мақсаттарыңыз бар? Енді оны айту керек емес сияқты. Жалпы елден кетпейсіз, бүкіл болашағыңызды Қазақстанмен байланыстырасыз? Мен болашағымыз әрине Құдай қаласа Қазақстанда көргім келеді. Енді жалпы Құдай біледі қандай жағдай болатынын. Жалпы әрине Қазақстанда тұрғым келеді. Мен үшін бұл отаным, мен бұл жерді жақсы көремін. Сіздің қарындасыңыз Сара тұрмысқа шыққаннан кейін де спорттан спорт тастады, иә? Сіз өзіңіз бұл шешімді қолдайсыз ба? Жоқ, мен шешімді қолдаймын, әрине оның күйеуі бар, өздері сөйлесіп, өздері шешім қабылдайды. Мен олардың отбасына араласпаймын. Сіз болашақта балаларыңызды осы спортқа әкелер ме едіңіз? Мен балаларыма енді әрине өздерінің қалалары, әрине қолдаймын. Жалпы уақыт көрсетеді оны қандай. Әрине маған ең маңызды жақсы адам болу, жақсы білім алу. Сондай балалар болса болды, маған чемпион болмаса да жақсы адам болып тәрбиелі болса болды. Жалпы спорт керек негізінде. Иә, спорт, әрине спортқа қазірден барады мен балаларым жайлап. Қанша балаңыз бар? 4 балам бар. 4 балаңыз бар. Жалпы мына залда енді жаттығу жасап жатырсыз. Демеушілер бар ма? Қолдап жататын спортта кімдер бар? Дартем деген клуб артынан шығамыз. Осы клуб қолдайды. Клуб басшысы Алидар Болатович. Біраз жерде енді біраз жігіттерге көмектесіп жатыр. Маған да көмектесіп жатыр. Рахмет айтам, алғысым айтам. Осындай қазақтың жастарын қолдайтын ағаларымыз көп болсын. Қолдау керек деп ойлаймын. Мысалы үшін мен де бір ертең
қатты бай болып кетсе мен де қолдаймын. Әлі қатты бай емессіз ба? Енді жетеді, құдайға шүкір. Жайлап. Ондай дәрежеде емеспін, олардай. Форбсқа кіретін дәрежеде емеспін дейсіз ғой, Иә, иә? иә, иә. Кішкене бар. Алдағы уақытта Форбсқа да неге кірмеске? Кіріп қалсам, құдай қаласа. Басқа бизнесіңіз бар ма өзіңіздің? Жұмыстарым бар, бірақ жалпы оны айту керек емес сияқты. Жайлап, жалпы Майда шүйде. Майда шүйде. Сіз айтқандай. Дұрыс. Жалпы алдағы уақытта өзіңізде бір шәкірт тәрбиелеп, Жоқ, ондайға мен нем жетпейді, шын айтып, сабырым жетпейді, шын айтқан кезде. Мен бір-екі жақсы мықты балдар болса көрсетіп, не істеп тұруым мүмкін, бірақ жалпы бәріне нервім жетпейді, мен шын айтсам. жалпы спортшылардың жетістікке жететінін сіз былай көріп тұрып айта аласыз ба? Белгілі ме бір қандай да бір Көрініп тұрады ғой, жанып тұрған, мінезінен, көрінеді, жанып тұрған балдар көрінеді. Кім болса, мысалы үшін білмеймін, мен де білмеймін. Өзім бір қарағаннан бір баламен істесем, или жаттығу жасасам, сонан уже білем мен оны қалай. Енді білгенді 70-80% білем деп ойлаймын. Мен үшін сондай түйіледі. Жалпы істейтін жақсы мықты балдар білінеді ол сразу. Если оны әрине алдыға қойған мақсаты болса, соған қарай ынтымасып, тартысып деген сияқты сондай. қазақ спорты бір енді сіз қарайсыз ғой басқа да салаларды, мысалы былтыр Париждағы Олимпиадада біздің боксшылардың барлығы енді алтын ала алмады, ұят болды. Қазақ спорты бір дағдарыста сияқты, байқамайсыз ба? Қазақ спорты, иә, әрине былай айтқан кезде, Қазақ спорты деген мен үшін бокс, күрес, анау гимнастика емес. бұл бізде күресте вообще не десем, еркін күресте мысалы үшін мен де жақсы көремін. Олимпийский чемпион қазір тәуелсіздік кезінде жоқ қой. Сондықтан да біраз бізге өсу керек деп ойлаймын сол саладан. Енді бокстан біз әрдайым күтеміз алтын. Неге дегенде үйреніп қалды оған. Біздің боксшы ағаларымыз әрдайым чемпион болып келген. Енді мына қазіргі Парижға келген кезде аламақ. Токиода аламадық оны. Мен жанып тұрған бір боксшы көре алмадым Олимпиададан, Парижден де, Токиодан да. Енді жалпы не десем болады. Не жетіспейді? Оны енді бокста бапкерлер білетін шығар, маған қарағанда жақсы. Жалпы олар да адам ғой, енді былай айтқан кезде жанып тұрмағанды енді көрмесең өзің ақ шықсай жанып тұрып. Былай кім болса да айтам, сен жанып тұрған адамды көрмесең өзің шық, или өзің балаң жанып тұрып сондай шығарасаш, не істейсің сен біреуге қайғырып. Әрине ол жерде көптер факторлар бар, әртүрлі фактор. Оны ол жерде кеңес шақырып ақылдасу керек, білу керек, қандай не жетпейді, қай жерден бізде қателіктер жіберіп жатырмыз, боксшыларымыз, біздің федерациямыз деген сияқты спорт комитет бәрін қарау керек деп ойлаймын. Өздерінің мамандары бар. Мен үшін жалпы, если сіздер қаласаңыздар, чемпион UFC или чемпион бокстан, Олимпиада чемпион, өздеріңіз тәрбиелей салсаңыздар, или өзіңіз балдарыңызды беріңіздер, если сондай мықты болып, сондай бәрін білсеңіздер, жалпы сол. Мүмкін бапкерлер көрмей жатыр, байқамай жатыр ма деген енді күдік қой. Жоқ, Жанып тұрған балаларды көру керек қой, байқау керек. Жанып тұрған баланың өзі шығады, сізге айтайын. Мен де ешкім көрген жоқ, жай Өзі шығады дейсіз ғой, жарып, өзі шығатын адам. шығады. Шығатын адам өзі шығады. Тек қана кішкене қолдау көрсетсе, әрине менде де болған, мысалы үшін спорт тастап жұмыс жасауым керек па деген сияқты сондай моменттер болған. Бұл кезде мен отбасым қолдаған, жоқ, шыға бер, біз саған көмектесеміз деген сондай біреулерге шықпай қал. Біреу, мысалы үшін мен сияқты характер жоқ шығар. Мысалы үшін менде ақша жоқ болса да, мен жаттығу жасап, еңбек жасап жүрмін. Біреуде ақша жоқ болса, не істеймін мен мына жерден? Әрдайым әртүрлі психологический факторлар болады ғой, мысалы үшін. Сонда да мен шыдап еңбек ететін. Мен құдай қаласа чемпион боламын, мен ертең ақша істеймін соның арқасында деп, сондай оймен шығатын. Біреу келеді, істейді, бір кішкене болмаса спорт тастап кетеді. Мүмкін он чемпион болатын шығар. Сондай факторлар да бар. Ондай да бар, иә. Жалпы енді ақша үшін спортқа бару, ол үшін күресу, ол ұят емес қой сонда, это же нормально. Жоқ қой, мен ұят деп есептемеймін. Мысалы үшін мен жай жұмыс жасап жүрсем, не істесем, кім маған ақша береді? Ешкім ақша бермейді. Мен оның өзімнің тауып отырмын, мен жұмыс жасап отырмын, еңбек жасап отырмын. Мен біреуге зиян тиіп жатқан жоқпын, жастарды мотивация беріп отырмын деген сияқты көреді. Мен сияқты чемпион болғысы келеді. Солай. ММА өте қатаң спорт деп айтып жатқан сыншылар да бар. Бұған не айтасыз? Иә, қазіргі заманда енді жалпы стандарттарға келген кезде енді жалпы бұл да спорт енді әркім әртүрлі ғой. Мен үшін бұл қиын спорт емес. Жалпы айтам,
шын айтсам қатты қиын, қатты не десем, сіз айттыңыз ғой, не дейсіз қазір? Спорт, ММА қатты спорт, андай, типа жестокий деп тұрсыз ғой. Иә, Ондай қатыгез спорт деп, спорт. қатыгез спорт деп ойламаймын, жалпы. Әр спорт Әділдік бар, төреш тұрады, қарайды, қалай болып жатқан жекпе-жектің жалпы. Бір әділетсіз жекпе-жектер бола ма? Бізде жоқ, бізде аздау, енді бізде жоқ дегенде бізде бар шығар, енді бізде аздау. Бұлай қараған кезде, боксқа қарағанда, басқа вид спорттарға қарағанда бізде көбірек әділі спорт. Соның ішінде адамдар жақсы көреді. UFC болсын. Жақсы. Жалпы қазіргі жастарға айтатын ақыл кеңесіңіз? Ақыл кезім, әке-шешелеріңізді тыңдаңыздар, сабақ оқыңыздар. Бізге Қазақстанға жақсы мамандар жетпейді. Енді бәрі профессор болмайды ғой. Енді Бізде кімдер спортшы болады, кім өзінің неге қабілеті бар. халықтың 50% ауылда тұрады. Ауылдағы жастарды білесіз. Неге ауылдан шығып оқуға болмай ма не сонда? Енді ол жақта бәрі, енді біз көшпенді халықпыз ғой, бәрі еркін мінезді, спортшы болғылары келеді ауылдағы жастардың көбісі. Жоқ, мен айтадым, әрине спорт жақсы, бірақ сабақ оқыған жақсы. Менің балдарым да мектепте жақсы сабақ оқиды. Спорт Екінші жолда. Бірінші жоспарда білім алу. Білім алу бірінші жоспарда. Біріншіде білім алу керек. Ары қарай спорт, басқа да сандар. Енді біреулер қатты талантты болса, біреу қаласақ, мен оған айта алмаймын ғой, сен оқы деп. Ол әркім өзінің таңдауын жасайды. Қазақтың күші неде? Бірлікте деп ойлаймын. Біз бір жерден бас шығарсақ, ешкім біз жеңе алмайды. Қазақ бір ме? Оны мен қайдан білейін? Қалай байқайсыз өзіңіздің? Мен жақсы сезінемін. Әртүрлі енді провокационный адамдар да бар ішімізде де. Бірақ жалпы қазақ воинственный народ, әрдайым мықты болып келгенбіз, бұдан да кейін мықты болайық. Тоқаев өз сөзінде қазақтар қазір жастар успешный успех деген арзан жылтыраған, тез ақша табуға құмар болып кетті деп айтты. Бәріміз де сондай шығар, енді тенденцияны, бәрі адам деген оңай ақша тапқысы келеді. Ешқашан сенбеңіздер мына жерден. Тез ақша табуға или былай еңбек етпей ақша табуға болады деп. Енді ондай случайлар да болады. Енді қазіргі заман деген қаншама биткоин деген біраз заттар бар. Қаншама біздің енді қазір енді біліп келіп жатырмыз ғой ондай заттар. Мысалы үшін сондай факторлар бар. Жалпы 70-80-90% ондай тез ақша істеп алу жоқ. Еңбек ету керек бар жерде. Еңбек дейсіз ғой, ештеңе оңай келмейді. Ештеңе оңай келмейді. Шафкат мырза, сіздің көп уақытыңызды алмаймыз. Сұхбатыңызға рахмет айтамын. Сізге де рахмет. Өзіңіз енді тұрғылықты Алматыдасыз ғой? Қазіргі таңда Алматыда. Жақсы, сізге сәттілік тілеймін. Құрметті көрермен, құрметті оқырман, мінекей біздің бүгінгі қысқа сұхбатымыз енді бір қазақ өзіміздің халқымызға, жастарға мотивация болсын деген ниет. Мен білемін, бізде көп оқырмандар бар, күзетте отыратын қазақтың жігіттері бар. Ештемеге намыстануға болмайды. Ең бастысы адал еңбек. Адал еңбек. Ештеме құрдан құр келмейді. Ештеңеде әрбір табыстың артында еңбек, қара тер, оның артында қаншама енді біз білмейтін дүниелер бар шығар. Десек те сізге біз сәттілік тілейміз. Шафкат мырза, бізге бәрі оңай сияқты, туалып, шыққанда, құттықтағанда бәрі оңай, бәрі жеңіл. Бірақ жеңіс болған жерде жеңіліс те болады, жеңіліс болған жерде де басқа нәрселер болады. Сондықтан да мен сізге тек қана жеңіс тілеймін, әрине, бірақ адам болғаннан кейін енді біз бәрімізді пендеміз ғой, сондықтан да қателесеміз. Қателесеміз, әр нәрсені айтып жатамыз, жазып жатамыз деген сияқты. Сондықтан да құрметті оқырман, арнамызға жазылыңыздар. Біздің енді жазғы шығарылым, оқырмандар демалып жатыр, қазір балалардың бәрі демалыста, жақсы бір танымдық контент болсын деген ниеттегі біздің сұхбатымыз. Шафкат мырза, көп рахмет. Амандықта жүздескенше.